Assalamu алейкум. Алдарыңызда бізде кезекті бейне шолу. Бүгін бізде жаңа өткен жолы неде көрсеткен плейлистте, қораптан шығару плейлистінде көрсеткенбіз бұны. Бұл қысқаша бейне шолу болады. Кез келген жаңа шуруповерт болмаса, дрель болсын, соның басына қойылатын насатканың бір түрі. Қазір өздеріңіздер көресіздер. Өздеріңізге ашып, өздеріңізге жинауға тырысамын. Мынандай нелер кепті, насаткалары. Жаңағы шүрнелім, отверкалары, нелері, бұрандылары, бұл откайкалар. Мынау құрылғының өзі. Бұл құрылғы жаңағыдай мынандай бұралатын неден тұрады мынандай. Одан кейін барып мына жерде жаңағы креплениясы бар, тірейтін жері. Неден тұрады бір бөлігі. Одан кейін барып мынандай жаңағы неден тұрады. Рукоятка дейді ғой, ұстағыш қол. Одан кейін барып тағы бір несі, мынау қақпағы жауып тұратын, яғни былай айтқанда страховка защита дейма. Одан кейін барып мынандай жаңағы полотносы. Бұл жаңағы стрела дейді көпшілікте. Осысы темір. Цептің бар несісі. Одан кейін барып тағы да не бар екен. Білмеймін, жаңағы бұлан шыққан бір дүние болса керек. Бұл енді цепь. Осымен кеседі. Бұнда қорапта ештеңе қалмады. Алып тастайық шетке. Бірінші біз цепті ашып аламыз. Цепті ашып алғаннан кейін цепті тағы бір ескерте жадын жет. Мен қазір камераның ракесі толы салыла ма, аламаймын. Мен қазір көрсетіп жатырмын екен. Цеп мынандай O2 дейді. Мінекей арқа жағы. Илажы барынша цептің вылеті, яғни цептің шығатын жағы мына жақ болу керек. Мына жақ көрдіңіздер ғой. Осы жақпен қоясыздар, мінекей көрсетіп тұрмын. Цеп қысқаша. Жалпы осы өз сол құрылғыға есептелген. Жалпы әдем келген. Арнайы мына жерде жаңа пакетті ашамыз қазір. Пакетті ашып төгеміз. Арта зат керек жоқ. Төгемізді мына затты мынаған саламыз. Бұл жаңа натяжитель дейді ғой, яғни цепті тартатын дүниеді осы. Осы арқылы жаңағыдай полотно ары бері ойнайды. Мен қазір көрсейін сіздерге, мен қойылған кезде қоясыздар да. Осы спеттес мынаны бұралған кезде мынау полотно, яғни ары бері жылжиды, көрдіңіз бе? Көрсетіп тұрмын да. Енді цепті айтқандай, цепті аласыздар да тура жаңағы вылетке қойасыз. Вылет көрдіңіз бе? Үлкен жаңа арқа жағында, қайрақ жағын қолда ілетін көрсетіп отырмын. Мынау жағын шығарышқа қоясыздар. Сәл босату керек болды ағайын. Өзі ровно нет, себебі мен ұшпа ұш қылып қойыппын. Апқайым болмаңыздар. Бостырма деп ойлағам, ұройым. Сөйтсем бостырма екен. Мінекей енді отырды. Міне көрдіңіздер ме? Отырды, мінекей отырды. Енді осы тұрған кейіпте сәл азаулық тартып аламыз мінекей. Мынаған тығамызда. Мынаған бүйтіп. Сағаттың бағытымен бұрайсыз. Мінекей сағаттың бағытымен бұраған сайын сонда цеп тартыла береді. Содан кейін тартылды міне. Енді қайтып босатамыз. Бұл көрсету үшін көрсететін да бағытын. Қайтадан жібереміз. Керісінше бағытты айтып. Қайтып орнына түседі міне. Енді ілінді. Осылай іліп алған екен жоғарыдан тартсаңыздар, цеп салбырап кетпейді. Тартып аласыздар, сол кезде цеп шығып кету ықтималы аз болады. Мынау зазорға кіру керек, өзінің жаңағыдай арығына түсу керек. Цептің несі сол кезде шығып кету ықтималы аз болады. Мінекей. Енді отырды. Бұны оқу жоқ. Мынау жаңағы сыртында тұрған қақпашаны аламыз да. Зазор тұрған, әкемен жоғарыда тұрған. Зазор аламыз да. Тура мынаған тұрамыз.
тығамыз. Тыққаннан кейін міне келді, мінекей отырды. Отқаннан кейін бұл енді бос тұр, саусақтың күшімен тұр. Мынаны мына жерге келген жер тесікке зазор көрініп тұр. Осы тесікке бірінші мына жаңағы өзіне шыққан шайбаны қойып, одан кейін мына болтты қоямыз. Сөйтемізді бірінші қолмен жай ғана фиксация, яғни ұстату үшін қойып отырмын. Одан кейін сәл аралықта мына өзімен шыққан шестиграннигі бар екен. 6-лық болу керек, қателеспесем. Осыны аламыз да. Бүйтіп, сәл қатты күштемейміз. Болар болмас. Себебі цеп қатты керілген жоқ әлі. Сол үшін осындай кейіпте мынаны теріс қаратып, тура жаңа айтқанымдай мынаға тесікке дәлдейміз. Сөйтеміз, тартамыз сағаттың бағытымен бұраватымен. Бұраған сайын мына палатына қатты шықты, көрдіңіз бе? Енді міне жүргізіп көреміз. Көрдіңіз бе? Жүріп жатырмын. Жүріп жатырмын екен, міне. Жүруі де жақсы, тамаша. Тексеріп аламыз. Сөйтеміз, одан кейін барып тағы да бір кірпік етеміз. Яғни не қыламыз? Тағы да сағаттың несіне қарай, тісіне қарай бұраймыз. Сөйтеміз, сәл тағы бұрасақ, болар болмас қатаяды. Тағы жүргіземіз. Көрдіңіз бе? Дүниесін жүріп жатыр. Тура осылай жүргізіп аламыз. Қатты тартып теріс жүріп болмайды. Теріс жүріп қатты тартсаң да цептің үзілу ықтималы көп болады. Сол үшін сәл бір өзінің орны болады. Азғана босатып, азғана жаңа береміз. Жүру үшін бұған не беру керек? Орын беру керек. Жүріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Енді мен ниет жүріп жатырмын. Дауыс естіп жатыр ғой. Басын дауыс еді. Одан кейін мынаны жаңағы қылмаған дүниені түбегейлі тартсаймыз. Жүріп жатыр. Қатпамау керек. Міне цеп шығып жатыр. Жүріп жатыр. Енді мынау зат жалпы айтқанда 90% дайын болды. Рукояткасын аласыз, яғни жаңағыдай немен жұмыс істеген кезде қосымша бұл нейді көмек болады. Қолыңыздан тайып кетпеу үшін күштейсіз. Сөйтесіз де мына жаңағы мына дүниеге шурпайверттің басы осында тығылады. Осының серпелісімен, осының айналуымен, көрдіңіз бе? Қолмен бұрап жатырмын, айналып жатыр. Қолмен бұрағанның өзінде айналып жатыр. Енді бұл дайын. Екінші мәселе, арнайы мен сіздерге жеңіл болсын деп үйде тұрған мынандай өзімде арнайы шурпайвертім бар еді. Соны сіздерге көрсету бабымен басын көрсетейін. Себебі мына видео толықтай обзорға сыймайды. Қазір тығып көрсетсем. Мінекей ағайындар. Ол қайтып көрсетсем зор көрінер еді. Мінекей шурпайверге тығып тұрмын. Ұшын көріп тұрсыздар шурпайвердің өзін. Жалпы штативке тиіп кетпесін деп жатырмын да. Міне қазір шурпайвердің өзін басам. Керіс бағытта десеңіз, керіс бағытта. Жалпы осындай айтқанда керемет дүние шығады екенміш. Қазір көтеріп көрсетейін. Мінекейіңіздер. Мына шурпайверт. Батарейчный. И мына головкасы. Мен жай ғана іліп көрсеттім. Жалпы халыққа түсінікті болсын деп. Жалпы осындай дүние келген қызық болып жатса, өздерінің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Қазір үлкен бір электропила сатып алудың қажеті жоқ. Себебі мынаның алу бағасы тиімді келеді. Одан кейін барып көп орынды алмайды. Даққа кәдімгі шурпайвертке насатқа есебінде жүретін дүние. Аласыз да жай ғана қоя саласыз. Арнамызға тіркеліп, одан кейін барып лайктарыңызды